Сонымен біз сіздермен номері 5-ші сұраққа келіп тоқтаған болатынбыз, е? Номер 5-ші сұрақ бізде не дейді? Д қосылысының құрамында 0,5 моль азот қышқылы бар. Ерітіндіні қосқанда қышқыл түзілген дейді. Шығымы 75%. Түзілген қышқылды аз атымен әрекеттестіргенде 15 грамм тұз түзілді. Түзілген тұздың несін тап дейді? Шығымын тап дейді. Сонымен жаңа естерінде болса, біз H2S пен алдына неше қойдық біз? 3 қойдық. 8 HNO3 алдық. Сөйтіп. Солай емес па? Нәтижесінде бізде енді неше H2S4 түзіледі оқушылар? 3 H2S4 түзіледі. Мынауымыз 0,5, мынауымыз X1. Мынауымыз 8, мынауымыз 3 деп біз ат мөлшерін тауып аламыз ғой X1-ді. Солай емес па? Иә, иә. Таба аламыз. Сәйкесінше 0,5 көбейту 3 бөлу 8. Сонда бізде 0,18-75. Оны көбейтем 0,75-ке. Өйткені 75%-ді ойша 100-ге бөліп алам, сонда 0,75 шығады. Ол x оң жағында тұрса көбейте саламыз, 0,75-ке. Сонда 0,14 моль шығады. Әрі қарай, енді H2SO4-тен түзілген қышқылды азат натриймен әрекеттестіргенде азат не еді бізде өзі? Азат не еді? Кімнің естерінде? Азат не туралы еді өзі? Азатын біз таппадық. Азатын таппадық. Не көрініп тұр? Қараңдар. Қосылыста тек +2, +3 тотығы дәрежесі көрсететін А элемент. Әңгіме темір туралы екенін түсінікті ғой, мектеп бағдарламасында +2, +3 көрсететін не ол? Натрий бола алмайды оқушылар. Натрий ол +2, +3 көрсетпейді ғой, натрий тұрақты нешені көрсетеді? 1-ді көрсетеді. Сондықтан да әрине әңгіме темір туралы. Сәйкесінше, мына жерде не шығады деген сөз? Феррум SO4 шығады деген сөз. Мынауымыз 0,14, мынау X1. Мынауымыз 1, мынауымыз 56-ға 96-ны қоссаң 152 ма? Осы жерден X1 тауып аламыз. 0,14-ті көбейтем 152-ге, сонда 21-де 28 шығады. Ал енді 21-де 28-ің неше пайызды құрайды оқушылар? 100 пайызды құрайды. X2 ғой, X2. Әрі қарай бізге неше граммды тап деп тұр? 15 граммды тап деп тұр. X3-ті табамыз үшін. X3 тапсаңдар, как раз 15-ті бөлеміз 21-де 28-ге. Сонда 70% шығады. Дұрыс жауапсы. Көрінер ма с деңгейінің есебі? 3 этаптан тұрады. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жоқ, түсінікті бәрі. Әрі қарай, номері 5-ші. Келесі контекст химиялық қосылыстардың түсін білу керек. Бұл да жұмбақ заттарды жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Оқушылар мына жерде көрсетіліп жатқан құжаттардың барлығы ақылы каналда тұр. Сол ақылы каналда 60 жұмбақ заттарды толық талдасаңдар, ол кезде наурыз ұтысында да, осы қазір болып жатқан қаңтар ұтысында да, және алдағы маусым ұтысында да мүлде қиналмайсыңдар. Өйткені жұмбақ заттардың құрылуының заңдылығы бәрінде бірдей. Біреуін жақсылап түсініп, біреуіне қатысты есеп шығара алсаң, любойын шығара аласың деген сөз. Сондықтан да жақсылап сол ақылы каналдағы документтерді жаттаңдар. Сонымен, былай деді. Белгісіз А, Б, С, Д заттары күкірт қышқылының орта тұздары дейді. Яғни А, Б, С, Д бұлардың барлығында не бар деген сөз оқушылар? Сульфат ионы бар деген сөз. Дальше А және Б заттары ақ дейді. Яғни мынау А мен Б қандай түсте екен? Ақ түсте екен. С заты не дейді? Жасылдау түсті. Жасылдау. И Д заты қоңыр түсті қатты заттар дейді. Д заты қоңыр түсті қатты заттар. С затының ерітіндісіне натрий гидроксидін қосқанда уақыт өте келе қоңыр түске айналатын жасылдау тұнба түзіледі дейді. Сонымен Д заты қоңыр түсті дейді. С затының ерітіндісіне натрий гидроксидін қосқан, получается, С-ға қосқан натрий гидроксидін, сонда тұнба түзіледі екен. Тұнбаның да түсі қандай екен бізде? Жасылдау екен. Жасылдау тұнба түзіледі екен. С және Д заттар бір металдың тұздары дейді. Значит, сразу әңгіме кім туралы екен түсінікті. Б тұзының катионы жалынды сары түске бояйды дейді. Жалын сары түске боятса, сразу түсінікті әңгіме не туралы оқушылар? Ол не? Натрий сульфаты дейді. А тұзын суда еткенде көк түсті ерітіндіге айналады дейді. Нәтижесінде, давайте, мынаның бәрі оп-оңай сұрақтар екен ғой.
Мына жерде мынаны қарасаңдар оқушылар, көрдіңдер ма? Темір 2 гидроксиді жасыл түсті реңі бар ақ түсті кристалдық зат. Уақыт өте келе темір 3 гидроксидіне айналады дейді. Ал темір 3 гидроксиді қызыл қоңыр түсті не дейді? Тұнба дейді. Как раз контекст осыдан құрастырылған. Бағанағы мына документтердің бәрі ақылы каналда бар. Содан прямо как будто сөзбе-сөз алынған сияқты, иә. Жалынды сары түске бояйды дейді. Мхм. Сонда мынау жерде С ол темірдің қандай сульфаты болады? 2 сульфаты болады. Ал мынау темірдің 3 сульфаты болды. Енді бізге А затын ғана табу қалды. Сонымен номері А тұзының атауы дейді. Хром 3 сульфаты, мырыш 2 сульфаты, алюминий сульфаты. Алюминий ол түсті етіндер түзбейді, мырышта түсті етіндер түзбейді. Хромның плюс 3-і ол жасыл түсті, ал бізде А жаңа қандай түсті деп еді оқушылар? Көк түсті деген, сондықтан дұрыс жауап әрине не болады? Мыс болады. Әрі қарай кеттік. Номері 2-ші сұрақ. С затының ерітіндісіне натрий гидроксидін қосқанда түзілетін тұнба дейді. С заты бізде не? Темір 2 гидроксиде. Мұнда да дұрыс жауап әрине не болады? А болады. Өйткені назар аударыңдар оқушылар, біз С туралы не білеміз? С-ның да Д-ның да құрамында не? Бір Темір. металл кіреді. Сәйкесінше, мысалы, қорғасын бірнеше тұз түсе алмайды мектеп бағдарламасы. Негізі қорғасын түсе алады, ол +2, +4 көрсетіледі, бірақ мектеп бағдарламасына обычно оны қарастыра бермейді. Только қорғасынның 2 сульфатын береді. Дәл солай мыстың 1 сульфатын бермейді, мыстың 2 сульфатын береді. Мырыш вообще 2 тұз түсе алмайды. Сонда только әңгіме не туралы? Темір туралы. Келесі, А затының ерітіндісі 0,5 молярлық калий гидроксид ерітіндісін қосқанда 49 грамм тұнба түсіріледі. Жұмсалған калий гидроксидінің несін тап дейді? Көлемін тап. Сонымен біз калий гидроксиді стрелка не дей саламыз? Тұнбамыз ол купрум OH неше еселенген? 2 еселенген, мынауымыз 49 грамм, мынау X. Алдына 2 қоямыз. Неге? Өйткені мында екеуінде де ортақ OH бар. Теңдіктің сол жағында OH біреу, оң жағында екеу. Сондықтан алдына 2 қойдық. Мына жағдайда 98 жаңылмасам, мына жерде не болады? 1 болады. 2 болады, кешірім. 2 болады. Осы жерден X1 тапсаңдар 1 шығады. Әрі қарай енді концентрацияның формуласын білесіңдер деп ойлаймын. N бөлінген V. Осы жерден бізге V-ны табу үшін N-ді C-ға бөлеміз. Сонда 1-ді бөлеміз нешеге деген сөз оқушылар? 0,5. 0,5-ке. Сонда 2 литр шығады. 0,5. Иә. Сонда литрді миллилитрге айналдырсам неше шығады? 2000 литр шығады дейміз. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Жақсы. Келесі. Д затының гидролиз теңдеуінде жалпы саны Д заты дейді. Д заты бізде не еді? А, Б, С, Д. Д заты бізде темір 3 сульфаты. Темір 3 сульфаты тұғын, темір 3 сульфаты. Сонда жалпы саны екінші сатысындағы өнімнің атауы дейді. Сонымен темір қай варианттар сразу атпадайды? С мен Д. С мен Д атпадайды. Өйткені темірдің заряды плюс 3, значит ол 3 сатыда не істейді деген сөз? Диссоциацияланады деген сөз. Солай емес пе? Енді бірінші сатысында не болады? 2 деген грекше неше ол? 2 палка. Айба, 2 палка деген ол Рим, братан. Ол римдік әдіс 2 палка. Сондықтан да біздің жағдайымызда ди деген грекше 2 дегенді білдіреді. Сондықтан дұрыс жауап әрине не болады? Номері 5-ші сұрақ. Массасы 50 грамм азатын пентагидраты 150 грамм суды қосқанда алынған етіннің құрамында сусыз азатын несін тап дейді? Масса күресі. Азаты бізде не еді? Купрум есе 4. Бұл кристалл гидратқа арналған есеп қой оқушылар. Біз оны лайфхакпен шығаруды не істедік өткенде? Үйрендік. Бірінші кристалл гидратқа арналған есепте не істейтін едік? Давайте бірінші формуласын жазылайық. Пента деген грекше неше деген сөз оқушылар? 5 деген сөз. Сонда купрум есе 4, 5 H2O деп тұр ғой. Ал бұны басқаша не деп айтамыз? Мыс купаросы. Мыс купаросы деп айтамыз, мыс купаросы. Осы жердегі мыс сульфатының үлесін тауып алуымыз керек. Солай емес пе? Ол үшін біз 160-ты бөлеміз нешеге? 250-ге. 160 деп отырған купрум есе 4-тің әмері 250 деген кристалл гидраттың әмері. Көбейтеміз 100%-ға. Сонда неше шығады? 64% шығады. Әрі қарай омега 1 көбейту М1, қосу не? Омега 2 көбейту М2 тең
омега 3 жақшаның ішінде М1 қосу не болады? М2 болады. Дальше. Біздің жағдайымызда енді А затының пентагидраты дейді, 50 грамм көбейту. А затының құрамында тұз қанша процент болды жаңа? 64 қосу 150 көбейту. Су десе неше пайызға көбейтетін едік? 0%. 0. Омега 3, М1-іміз 0%. 50, М2-іміз белгісіз. Солай емес па? М2-іміз белгілі ғой айтпақшы. М2-іміз 150 емес пе? Сонда 50-ді 64-ке өйтсе қанша шығады оқушылар? 3200. 1200. Тең омега 3 көбейту 3200. не болады? 200 болады. 0. 50 көбейту 64 мың. А. Оқушылар 50-ді 64-ке өтсе 1200 шықпайды ғой. 3200. 3200 шығады. Ары қарай омега 3-ті тапсаңдар не істейміз енді? 3200-ді бөлеміз нешеге? 200-ге. Сонда 16 шығады. Болды. 16. Ал біз олимнің алдында үйрендік қой лайфхактерін шығарып. Дәл сол есеп. Сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы. Номері 3-ші. 5-ші. Оқушылар бұл номері 5-ші соңғы кеңес. Былай дейді. Жұмбақ заттар, есептер шығаруға не істеңіз дейді? Дағдыланыңыз дейді. Бұл да міндетті түрде білу керек. Енді өздеріңе жақсылап скрин жасап ала қойыңдар. Мынау жұмбақ заттарда келетін есептің түрлері. Бірінші А деңгейінің есептері. Химиялық қосылыс бойынша есептеу. Қосылыстың молярлық массасын табу, қосылыс құрамында элементтердің массалық үлесін табу, қосылыстың құрамында элементтердің массасын табу деген сияқты. Екінші, зат мөлшеріне арналған есептер. Пропорция құру арқылы тізбектеле жүретін реакция теңдеулері бойынша есептеулер. Б деңгейінің есептері. Шығынға арналған есеп. Бағана байқап жатсыңдар, келіп жатыр. Әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынған, қоспаға арналған, тек біреуі реакцияға түсетін металдар немесе олардың қосылыстарының қоспасы. Формула табуға арналған. Қосылыстың мәні бойынша формуланы анықтау. Химиялық реакция түсетін заттардың мәні бойынша формуланы анықтау. Ол формулаға арналған есептің екі жалпы түрі бар. Ерітіндіге арналған есебе концентрацияны, массалық үлесті, жаңа кристаллогидратқа, бұл да ерітіндіге арналған есепке жатады. Келесі С деңгейінің есептері, параллель жүретін есептер ылғи келеді, және комплексті есептер. Комплексті есеп деген оқушылар бірнеше есептің шығару алгоритмін істеп келеді, бірігіп келетін есептің түрін айтады. Оқушылар енді осы жерде осы сәтті пайдаланып айта кетейін, егер бұл жерде аталған есептердің барлығы сендерге қиындық тудыратын болса, біз вторник күннен бастап сендермен лайфхакпен қарапайым МРді табудан бастап ұбт-да келетін барлық есептерді лайфхакпен шығарып үйренетін боламыз. Яғни жаңа кристаллогидратқа арналған ешқандай реакция теңдеуін пайдаланбаймыз. Нәтижесінде сіздер нені үйреніп шығасыздар? Бірінші, ешқандай реакция теңдеуін жазбай-ақ ұбт-да келетін кез келген есепті шығарып үйренесіздер. А деңгейінің есептерін небәрі 30 секундта шығарып үйренесіздер. Яғни не үшін жылдам шығарасыздар? Біріншіден, сендерге реакция теңдеуін жазып, оны теңестіріп жатудың қажеті жоқ. Лайфхакпен. Екіншіден, мен сендерге лайфхак әдістерін көрсем, барлығы бір амалдан шығатын А деңгейінің есептерін. Б деңгейінің есептерін екі пропорциямен шығарып үйретемін. Шығым, қоспа дегендердің барлығын екі амалмен. Сәйкесінше оны 1 минутта шығаратын боласыңдар. Ал С деңгейінің есептерін 1,5, ары кетсе крайнем случай 2 минутта шығарып үйренетін боласыңдар. Олиум ол 1 минутқа жетпей шығарып үйренесіңдер. Сонда біріншіден сендер уақыт үнемдеп үйренесіңдер. Екіншіден, реакция теңдеуін жазбай-ақ шығарып үйренесіңдер. Үшіншіден, ұбт-да келетіміз барлық тақырыптарды деңгейге бөліп өтеміз. Оның артықшылығы неде? Сіздер уже, мысалы, көп оқушылар шатасып кетеді кейде. Бір амалды істейді, содан шыққан сан вариантта болса, обычно белгілей салады. Бірақ ол есептің аяғы болмауы мүмкін. Ал біз деңгейге бөлсек, А деңгей десек, значит, бір ғана амал жасасақ жауап шығады. Б деңгей десек, екі амал жасау керек. С деңгейі болса, үш немесе одан да көп амал жасау керек. Біз осылардың бәрін қалай ашатуды бәрін үйренетін боламыз. Сондықтан жазылып нәтиже шығарам десеңдер, негізі курстың бағасы 7000 теңге. Бұл не үшін 7000? Өйткені біз келесі айда как раз бір ай бойы осы есептер шығаруды үйренеміз. 25 сабақта. Полностью ұбт-да барлық есептерді шығара алатын боласыңдар. Осындай есептің түрі келмесе екен деп тілеп отпай, барлығында нәтижесінде шығарып үйренетін боласыңдар. Мына жердегі біз бүкіл есептің түрін қарастырамыз. Концентрация болсын, pH болсын. pH та келіп жатыр, ұбт-да келді. Пластинка да келді. Солардың бәрін жақсылап шығарып үйренетін боламыз. Әрқайсысы бойынша үй тапсырмалары беріледі. 150-ге дейін үй тапсырмалары береді. Кейде даже бір тақырыптарда 200-ау дейін есептер.
соның барлығын шығарып үйренесіңдер. Одан кейін ұбт-да келетін 15 есеп сендерге мүлде проблема тудырмайды. Жазылам десеңдер, негізі уже 2,5 мың теңгеден орын таусылды, бірақ қазір жазылам десеңдер, 22:00-ге дейін қазір уже 21-22 болып тұр. 23:00-ге дейін, или давайте 00:00-ге дейін 2,5 мыңға барлығын жазыла аласыңдар, егер жазылам десеңдер есептер шығару химиясына. Және бонус ретінде осы біз өтіп жатырмыз ғой жұмбақ заттарды. Осыдан бөлек тағы да 50 жұмбақ зат беріледі талдауымен. Соның барлығын ала аласыздар. Сөйтіп өз беттеріңізбен жақсылап дайындала аласыздар. Түсінікті ғой? Енді оқушылар, жаңылмасам, бізде 4 жұмбақ зат қалды. Енді мен ол жұмбақ заттарды былай шешіп отырмын. Мен бұл жұмбақ заттарды талдамай қояйын. Бұл жұмбақ заттарды не істейміз? Мен қазір тегін каналға саламын. Соны сіздер орындайсыздар төртеуін де. Бірінші өздеріңіз орындап көріңіздер. Содан кейін барып төртеуінің де бейне талдауын салам. Түсінікті ма? Қалай жауапқа келетін. Өйткені жай ғана көріп отырған ол ешқандай нәтиже бермейді. Ал егер сіздер өздеріңіз практика жасасаңыздар, тесттер орындасаңыздар, өздеріңіз жаңағы алған 5 кеңес бар ғой, соның барлығын қолданып отырып өздеріңіз жауап берсеңіздер, өз әрине жақсы нәтижеге жетуге болады. Сондықтан оқушылар, міндетті түрде мен қазір тегін каналға жіберген осы нұсқалардың бәрін қараңыздар. Ал егер ақылы каналға жазылам десеңіздер, маған міндетті түрде жазыңыздар. Ақылы канал біз жоспарлап отырмыз, негізі вторниктен бастаймыз ба деп, алдағы вторниктен бастаймыз ба деп. Бүгін воскресенье ғой. Вторниктен бастасақ, Құдай қаласа, тақырыптардың барлығын жақсылап қарастырып шығатын боламыз. Негізі алдыңғы айға жоспарланған. Негізі бізде курсқа ай сайын жазылуға болады. Ай сайын жазылсаңдар, біз әр айда бір бағытты өтіп отырамыз. Келесі айда полностью нені қарастырамыз. Одан кейінгі айға жазылсаңдар, органиканы қарастырамыз, целый. Егер де сендерге толық бәрін керек маған десеңдер, мысалы қаңтар тұсындағы алған балдарыңа көңілдерің толмаса, 1 жылға жазылсаңдар болады, сразу маусым опытсы біткенше. Ол кезде полностью маусым опытсы аяқталғанша барлық менде қандай ақылы курстар болады, бәріне тегін қатысып отырасыздар. Және бұған дейінгі былтырғы алдыңғы жылғы өтілген курстардың барлығына материалдарына доступ аласыздар. Өздеріңіз ұбт жылда өзгерді дегенімен тақырыптары, түсіндірілуі еш өзгеріп жатқан жоқ. Сондықтан да солардың бәрін қарап, солармен жұмыс жасасаңыздар, химиядан еш қиындықсыз 45 плюс жинауға болады. Мен курсыма қатысыңдар, 50-ден 50 аласыңдар деп айтпаймын. Ол 50-ден 50 алу, ол сенің психологиялық состояниеңе, басқа да факторларға тәуелді. Сондықтан бірақ точно 45 плюс жинайтын, 45 плюс жинауға минимум бүкіл ақпарат бар. Даже 50-ден 50 жинауыңа да бүкіл ақпарат бар. Сондықтан да егер жазылам десеңдер, 1 жылға бүгін 10 мыңға жазылып алсаңдар болады. Сразу. Ертеңгісі наурыздың кезінде де осылай, маусымның кезінде де, әсіресе маусымның кезінде слив талдаймыз. Былтыр менде маусымның кезінде 27 слив талдадық. 30-ға жетпеді енді. Биыл енді 30-дан асырып талдаймыз ба деп отырмын. Как раз отпускқа шығамын мен сол кезде. Әдейі отпускын сол уақытқа алып отырмын, чтобы сіздермен толыққанды жұмыс істеу үшін. 30-дан аса нұсқа талдаймыз. Бірінші кіріп шыққан оқушылар сол нұсқа талдауға қатысу арқылы екіншісінде 25 балға дейін көтерген. Менде өзімде оқитын оқушы есімде біріншісінде 20 алып шықты, екіншісінде 45 ба алып шықты. Қазір медицинада оқып жатыр. Сондықтан да оқушылар жазылып нәтиже көрсетем десеңіздер, курсқа жазылуға шақырамын. 2,5 мың деп айтқанның ішіне нелер кіреді дейді. 2,5-ның ішіне полностью ОТ-да келетін барлық есептерді нәтижесінде шығарып үйренесіздер. Оның ішінде 2,5 мыңнан аса есепті шығарамыз. Одан кейін ішіне полностью С деңгейінің есептерінің бейне талдаулары кіреді. Және мектеп бағдарламасындағы тақырып бойынша барлық есептердің талдауы кіреді. Жаңылмасам 640 есеп бар. Соның бәрінің бейне талдаулары кіреді. Егер сол бейне талдауларды қарап отырып, сол есептерді мектеп бағдарламасының барлық есепті шығара алсаң, ұбт-дағы есептерді 100% шығара аласың. Жалпы 1000-нан аса бейнебаян аласыздар. Одан кейін мынау 60 жұмбақ заттар бонус ретінде кіреді. Және бүгін жазылған оқушыларға тағы да қаңтардың сливтерінде бонус ретінде берейін. Қазір как раз есептер шығару химия ақылы канал ашып жатырмын. Соған бонус ретінде сол қаңтардың сливтерінде салып қоямын. Сондықтан
Жазылам десеңіздер, маған жекеге жазыңыздар. Менің нөмірімді білесіздер деген ойдамын. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.